Сәлем балақай. Сені бүгін мен өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізге бірге математика пәнінен 59-шы сабақ шамаларды өлшеу деген тақырыптағы есептерді бірге орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, суретте нені өлшегеніне қара, тағы нені өлшеуге болады, қандай шамалар өлшенді. Бұл жерде сиыр шөп жеп жатырған, бұның салмағы 80 килограмм. Бұл жерде оның салмағы өлшенді, массасы өлшенді. Келесі қой, салмағы 30 килограмм. Келесі бұл жерде тұрған ит, оның салмағы қанша болуы мүмкін. Келесі суретте шарбақ, шарбақтың есігі берілген, оның ұзындығы 6 дециметр және биіктігі белгісіз, оны сызғыштың көмегімен өлшеуге болады. Келесі, одан кейін шарбақтың ағашының ені 20 сантиметр. Бұл жерде дециметр қолданылды және сантиметр ұзындық өлшем бірлігі қолданылды. Келесі суретте 20 литр, бұл сыйымдылық өлшем бірлігі. Яғни бұл жердегі бөшкенің сыйымдылығы 20 литр, шелектің сыйымдылығы литр, 5 литр, одан кейінгі үлкендеу шелектің сыйымдылығы 10 литр. Келесі шыршаның ұзындығы дециметр, яғни бұл ұзындық өлшем бірлігін қолданамыз. Әр шаманың мәндерін өз суретімен жазайық. Сантиметр, 5 дециметр. 5 дециметр дегеніміз бұл 50 сантиметр, 30 сантиметр, 10 дециметр. 10 дециметр дегеніміз 100 сантиметр. Ең алдымен 30 сантиметр, барлығын сантиметр бойынша жазамыз. Одан кейін 50 сантиметр. Келесі 90 сантиметр және 100 сантиметр. 10 дециметр дегеніміз 100 сантиметр. Келесі масса. Масса бұл килограмм. 10 килограмм, 60 килограмм, 20 килограмм, 9 килограмм, 50 килограмм. Ең алдымен 9 килограмм, одан кейін 20 килограмм, одан кейін 50 килограмм және 60 килограмм. Келесі сыйымдылық. Бұған литр жатады. 10 литр. Келесі 20 литр. 30 литр. Келесі 40 литр. Әрбір шаманың мәндерін суретімен жаздық. Келесі үшінші тапсырма, ойлан және жауап бер. Бір стаканға 2 шырын сияды. 2 стакан шырын сияды. Кімнің шырыны көп? 2 стакан шырынға неше шырын сияды? Бұл жерде екеуінде де тең, өйткені бұл қыз балада үлкен стакандағы шырын, ал ұл балада 2 кішкентай стакандағы шырын. Бұл жерде айтып жатыр, үлкен стакандағы шырынға 2 кіші стакандағы шырын сияды. Келесі астында тағы да сұрақ берілген. 2 үлкен стаканға неше кіші стакандағы шырын сияды? Бұл әрбіреуіне екеуден сиятын болғандықтан, 2 стакан шырын сиятын болғандықтан, бұл екеуіне барлығы бір-біріне қосамыз, 4 стакан кіші стакан шырын кетеді. Келесі 4-ші тапсырма. Ыдысты толтыру үшін неше литр сұйық зат құю қажет? Кәне қарайық. Бұның жалпы сыйымдылығы 40 литр. 10 литр құйылған, 30 литр
жетпейді. Келесі 40 литр, 30 литр құйылған, бұған 10 литр жетпейді. Келесі 20 литр, 10 литр құйылған, бұған тағы да 10 литр қажет. Келесі 10 литр, оған 5 литр құйылған, енді 5 литр сұйықтық жетпейді екен. Сонымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта міндетті түрде күтемін. Сау бол.